Баршаға сәлем, үйдегілер жұмысқа шығарып салып пока-пока деп есікті жауып алдым. Менде екі вариант бар. Біреуі сотқа қарап жату, екіншісі үй жинау. Ал сіз қайсысын таңдар едіңіз? Мен болсам үйді жинауды таңдадым. Сотқа қарап ұйықтайтын болсам 2-3 сағатым босқа кетіп қалар дедім да. 2x'імді қосып алып, тез етіп үйімді тазалап, полдарын, шандарын, есік терезе барлығын жалтыратып жуып алдым. Негізі мен күніге осылай уборка жасаймын. Балалар болғаннан кейін барлық жерді тез бүлдіріп тастайды. Сөйтіп жүріп үстімді тасып алыппын. Бұл да жақсы болды дедім да, газымның үстін тазалап алайын бір сылтау деп кометімді сеуіп алып айнадай қылып жалтыратып қойдым. Сосын пентодудан тапсырысым келіпті. Шығып тез етіп алып шықтым. Қызыма осындай жұмсақ отыратын заказ бергем ғой. Распаковка чек деп балалармен улап-шулап ашып қызымды отырғызып көрдік. Ол отырып шаршады да отырмаймын деді. Сосын қасыма жатқызып қойдым да, қамырымды жайып, мантыларым тез етіп осылай түйіп тастадым да, астын жағып қойып жібердім. Содан 40 минутта дайын болды. Үйдегілер де жұмыстан келді, шайымды, тамағымды дайындап беріп алдым. Сонымен барлық посудаларымды жуып, тазалап, түнгі 11-ден өткенде кухнядан шықтым, тірліктерім барлығын бітіріп. Ал сіз күнделікті кухнядан нешеде шығасыз?